жалпы айтайын дегеніміз, осы жерде Мәсіх Даджалмен не істеді? Ол кездескен дейді. Кәдімгі имам Муслимдегі деген сахих хадисте айтылады бұл. Сол Мәсіх Даджал, бұл Алла тағала сақтасын, бұның фитнасынан көп адамдар сақталына алмай қалады дейді, тек қана 3-4 адамнан басқа дейді. Білесіздер ғой, ғалымдарымыз айтады, ең алғашқы Даджалдың фитнасынан сақталынатын кісілер, біз енді Даджалға кіріп кетіп жатырмыз, жалпы біліп жүріңіздер деп айтып жатырмын. Мен білмеймін қашан шығатынын оның. Бірақ шығып кетіп жатса дайын болайық деп жатырмын да. Ең бірінші сақ болып аман қалатын адамдар дейді, ғалымдар айтады. Кахф сүресін көрген кезде оқыған адамдар дейді. Құран кәрімде Кахф деген сүре бар. 110 аяттан тұрады. Ішінде үңгірдегі балдардың оқиғасы туралы айтылған, Мұса пайғамбардың қиссасы туралы айтылған. Әр дүйсенбі күні осы жерде сабақ болып жатыр Кахф сүресінен. Кахф сүресінің алғашқы 10 аятын дейді бір хабарда. Бір хабарда соңғы 10 аятын оқыған кісі Мәсіх Даджалдың фитнасынан аман қалады дейді пайғамбар хадисінде. Көрдің, оқу керек дейді. Көрдің, оқу керек ананы. Екінші аман қалатын кісілер дейді, ол шықты деген хабарды естіген кезде елден безетіндер дейді. Яғни Мәсіх демек дейді, Мәсіх Даджал жекелеген адамдарды іздеп қуып жүрмейді дейді. Қауымға кіреді, қауымды түгелмен кәфір қылады да кейін шығып кетеді екен. Келесі қауымға кетеді екен да. Сөйтіп кіреді, шығып кетеді. Қауыммен түгелмен қауымдарды мұртат қылады, діннен қайтарып алады дейді, исламнан. Қасында 70 мың яхудидің әскері бар дейді пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады. Кетті ма? Екінші сақ болатын адамдар кімдер екен? Шықты деген хабарды білген кезде елден отбасын алып қашатындар дейді. Үшіншісі дейді, әрдайым намаздың соңында Мәсіх Даджалдың фитнасынан сақта деп дұға қылатындар дейді. Түсінікті ғой? Намаздың соңында біз анау 2 салауаттан кейін Роббана атинаны айтамыз ғой көбіне. Жақсы, ол да жақсы. Бірақ мұсылман қорғанның ішінде Аллахумма инни аузу бика мин фитнати Мәсіх Даджал деген дұға бар. Мәсіх Даджалдың фитнасынан сақта мені деген.